Бұл өмірдің бізге берген тұнығын, отбасына арнаған бар ғұмырын, ұл қыздарымыз Ардақ Тәке Асқар-Тау Ахмет Қайыр Әбілқайырұлының. Асыл әке өмірдегі қорғаным, бақ санаушек жанымызда болғанын, зейнет жасқа 1,5 жыл қалғанда, кете бардың орындалмай сан арманың. 2 жаста әкемізді өмір әкесіз ғып қалдырған, әкем үміт күткен шуақ таң нұрдан, анасына көмектесем деп тым ерте, еңбек еткен көктеміз деп тағдырдан. 16 жастан жұмыс жасап тынбаған, сан сынаққа бас имеген сынбаған, жұмыста да белсенді боп жас кезден, көрінген әкеміз биік дара шыңдардан. 1959 жыл анамызбен жаңа өмір бастады. Әкемізді еңбекқор, адал, дана дейді рас бәрі. Үлгі болар отбасы болды ата-анам, құрмет дейтін туыс, таныс, дос бәрі. 7 қызы 7 жұлдыз сияқты, өміріне төкті жарық шуақты. 7 гүлінен соң серік ұлы келді өмірге, әкем нұрланды ішкендей мөлдір бұлақты. 8 перзентін еңбекпенен жеткізді, әрбір күнін мейіріммен өткізді. Әкеміз сырнай тартып, анамыз ән шырқайтын, мейірімдеріне бөлеуші еді тек бізді. 25 жыл өтті міне арада, ем табылмас жүректегі жараға, жанындағы серігінен айрылған, оңай болмады, қиналды асыл жан ана. Әкем барда анам уайым кешпеген, өмір сынның ескегін еш еспеген. Ойға оралса әкеміз бар бал күндер, бақыт сеземіз бірге өткен кештерден. Әкем домино ойнаушы еді біздермен, жүрді әкеміз тәлім толы іздермен. Ерте кетсе де 16 жиенін көрді әкем, аталарын немерелері сағынады іздеген. Жалғыз ұлдың үйленгенін көрмеді, Асқар-Тауымыз қазына еді төрдегі. 25 жыл өтсе дағы жанымызды, тілгілейді бейтіңіз қара жердегі. Сағынамыз әке асыл сөзіңді, жылу толы мейірімді көзіңді. Менің әкем деп айтардай ізгі жан, ешбір сөз жеткізе алмас сағыныш толы сезімді. Жұмысында құрметті адам қадірлі, әріптес, дос, туыс бәрі сағынды. Еңбек үшін талай марапат иесі, тек қыз қағып қойған ғұмыр бағыңды. 87-ге толар ең әке болғанда, әкеден асқан жан бар ма мына жалғанда. Алғыс әке, анамызбен біздерді жеткіздіңіз шуақ толы таңдарға. Жансыз бейне суретіңізге қарап қалдым, өткен күннің дәптерін парақтадым. Әкешім-ау тұрғандай бізге қарап, тату болыңдар дегендей қарақтарым. Татумыз әке, кірлетпедік жолыңды, жаман іске жұмсамадым қолымды. Әке, ана, сіздер берген тәрбие, сіздер жүрген жолдың бәрі үлгі. 45 жыл темір жолда қызмет еткен адалым, сол қызметте сөнді-ау әке жанарың. Зейнет жасқа үлгермедіңіз әттең-ай, өмір заңы жоқ-ау ешбір амалым. Алғыс әке, бәрі үшін бас иеміз алдыңда. Жауратпаған сынақ деген жаңбырға, бақыттымыз, бақыттанам дәл сіздей. Адал жолдас, асыл әке берген алғыс тағдырға. Жарық болсын асыл әке қабірің,
Сізсіз мына ұл қыздарыңның жаны мұң, бұл өмірде жарқыраған әкемізге жұмақтан орын берсін Алла Тәңірім. Амал бар ма өмір жазған заңына? Әкен аңсап көңіл қалар жабыға, ардақты әке, анамыздың серігі, еске аламыз сізді қатты сағына. Анамды жылатпағаның үшін, рухымды құлатпағаның үшін, рахмет әке. Балам деп өбектегенің үшін, жамандық үйретпегенің үшін, рахмет әке. Қорғансыз тастамағаның үшін, ниетті ластамағаның үшін, рахмет әке. Ең жақсы адам болғаның үшін, адамнан адал болғаның үшін, рахмет әке. Әкең деп айтатын анам, әкем деп айтатын адам, барға да шүкір. Әкемнің раббысы болған, әлемнің раббысы болған, Аллаға шүкір. Жап-жарық жұмақ болғаның үшін, уақытша сынақ болғаның үшін, рахмет өмір. Тағдырды таңдамайтының үшін, адамды алдамайтының үшін, рахмет өмір. Әкеммен қауыштырғаның үшін, анаммен таныстырғаның үшін, рахмет өмір. Бар жоққа бөленбейтінің үшін, барлығын дәлелдейтінің үшін, рахмет өмір. Әкең деп айтатын анам, әкем деп айтатын адам, барға да шүкір. Әкемнің раббысы болған, әлемнің раббысы болған, Аллаға шүкір. Әкем деп айтатын адам, барға да шүкір. Әкемнің раббысы болған, әлемнің раббысы болған, Аллаға шүкір. Басымнан сыйпайтын адам, басымнан сыйпайтын анам, барға да шүкір. Тірімін сынба сабырым, ұлымын құрбан әлінен, Аллаға шүкір. Рахмет.